Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі дейді. Іштегі кірді қашырса, пенденің хикмет, адамның хикмет кеудесі дейді Абай атамыз. Хақтықтың түссе сәулесі. Іштегі кірді қашырса деп отыр, көрдіңіз бе? Хақтың сәулесі түссе, іштегі кірді қашырса, жүректің көзі ашылса, адамның кеудесі хикмет болады екен. Адамның жүрегі ақылға дұрыс сигнал беріп, ақыл адамға пайдалы функцияларды атқара бастайды екен. Ағайын туысқандар. Сондықтан біз кейде неге тәуіпке барып атамыз? Неге кейде білімі, көзқарасы өзімізден төмен болса да кейбір көріпкелге барып қап жатамыз? Оның себебі біреу. Адам қате өмір сүре бастаған кезде тығырыққа тіреле бастайды. Адам көптеген бір күнәларды Құдайдан қорқпай жасай бастаған кезде балшыққа бата бастайды. Ал енді өздеріңіз білесіз. Мәселен, бір адам суға тұншығып жатқан болса, суға тұншығып, судың астында қиналып, енді не істеймін деп жатқанда, қасынан бір жылан өтіп бара жатса. Елестетіп көріңізші, суға батып бара жатқан адамның қасынан крокодил өтіп бара жатса. Ол ойбай деп крокодилді тастай сап қашпайды ғой, өйткені өзі суға тұншығып жатыр. Ол крокодил болса да бассап судан шыққысы келеді. Ол жылан болса да ұстап судан шыққысы келеді. Тура сол сияқты өмірде күнәға тұншыққан адам, көріпкел болса да, тәуіп болса да, жын болса да, шайтан болса да, соған жабысып, өзінің тұншыққан батпағынан құтылғысы келеді. Адамдардың көріпкелге, тәуіпке бару себебі оны бір ардақтағаннан, оны бір сұмдық білгір көргеннен емес, өзінің ахуалына қиналғандықтан содан жол тауып әйтеуір шығам ба деген бір әурешіліктен сол нәрсеге ұрынып жатады. Сондықтан әрқайсымыз мына қысқа ғана фәни дүниеде дұрыс өмір сүруге талпынуымыз керек екен. Себебі дұрыс өмір сүру неден келіп шығады екен? Ең бірінші адамның жүрегін тазартудан келіп шығады. Адамның жүрегі тазарса, ақылға дұрыс тапсырма бере бастайды. Ақыл содан кейін ақ пен қараны ажыратып, адамға пайдалы нәрсеге қарай бастайды. Содан кейін адамның физикалық бүкіл денесі өзін дұрыс жолда, дұрыс адамдармен, дұрыс іс-әрекеттің үстінде қозғалта бастайды. Міне осы кезде адам жеңіл, бақытты, нұрлы, сәулелі, өзгелерге де, өзіне де пайдалы бір ғұмырдың егесі болады екен.